Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі сабағыма қош келдіңіздер. Бүгінгі үйренетін платформамыз Learning Apps платформасы. Бұл платформаға кіруіміз үшін кез келген браузердің іздеу жолағына Learning Apps платформасы деп жазатын боламыз. Алғашқы тұрған сілтемеге кіреміз. Learning Apps платформасының терезесі осы күйде ашылады. Егер де бізге орыс тілінде жұмыс жасау ыңғайлы болатын болса, сол терезеде қала береміз. Ал егер де қазақ тілін таңдағымыз келетін болса, сайтқа бос орынға барып, маустың оң жақ батырмасын басып, қазақшаға аударып аламыз. Бұл терезеде барлық жаттығулар, жаңа жаттығулар, жиынтық жаттығулар бар. Барлық жаттығуларға кіріп ішін қарайық. Бұл жерде ең бірінші категория санат қатары көрінген. Категория қатарында өзімізге қатысты пәндер бар. Осы пәндердің кез келген шаблоны астында көрсетілген. Бұл шаблондардан өзіміздің сабағымызға қажетті шаблонды алып пайдалануымызға болады. Мысалға, мен биология пәнін таңдайын. Биология пәнінің бірінші шаблонға барып басайын. Бұл жерде орыс тілінде берілген. Шаблондарда құстарды аудио звуктар арқылы бір-біріне сәйкестендіру тапсырмасы. Егер де осы шаблон бізге орыс тілінде ұнайтын болса, сохранить батырмасын басып өзіміздің папкамызға сақтап қоюымызға болады. Ал егер де ішін өзгерткіміз келетін болса, қазақ тілінде создать батырмасын басып өзгертуімізге болады. Басынан бастап аяғына дейін орыс тілінде берілген шаблонды біз өзгертіп, өзіміздің пәнімізге сәйкестендіріп жасай аламыз. Ары қарай новый жаңа жаттығулар құрғымыз келетін болса, екінші қатарды басамыз. Бұл жерде мынандай тағы да дайын шаблондар көрінген. Оның ішінде кез келген біреуін таңдап, біз өзімізге жаңа шаблон жасай аламыз. Мысал ретінде бұл жерге де мынандай қатарлар беріліп қойған. Біздер жаңа шаблонды құруымыз үшін создать батырмасын басамыз. Бізге осы күйде терезе ашылды. Енді осы терезеге біз өзіміздің дайын Word мәтіндік редакторына жазып қойған мәтіндерді әкеліп кірістіруімізге болады. Мысалға, мен алдын ала Word мәтіндік редакторына дайындап қойдым. Соны әкеліп осы жерге кірістіремін. Тапсырмаға сипаттама береміз. Мына жерден мәтінді таңдаймыз ба, суретті таңдаймыз ба, дыбысты таңдаймыз ба, бейнені таңдаймыз ба, барлығын дыбыстық мәтінді таңдаймыз ба, таңдау өзімізде. Мысалға, мен мәтінді таңдадым. Осы жерге манағы дайын сөзімді әкеліп қоямын. Келесісін басып, бірнеше варианттарды кірістіре беруіме болады. Тағы келесісін басып кірістіремін. Таңдап болғаннан кейін толық алдын ала қарап шығу батырмасын басамын. Біздің тапсырмамыз дайын. Тапсырмаларды бір-біріне сәйкестендіріп, бірінен соң бірін қойып, тапсырмаларды орындауымызға болады. Бұл тапсырманы оқушыларға сақтаймыз. Бұл тапсырманы оқушыларға беруіміз үшін астында сілтемесі және QR коды көрінген. Сілтемені оқушылардың WhatsApp-ына немесе Telegram каналына беріп, немесе QR код арқылы балалар сканерлеу арқылы тапсырманы орындайтын болады. Назарларыңызға рахмет. Жасап көріңіздер, видеоны қайта қараңыздар. Түсініксіз болатын болса, тапсырманы орындау, шаблондармен жұмыс жасау өте оңай.